Сәлем қыздар, бүгін бисквитті рулет жасаймыз. Мен арасына джем жақтым. Сіздер өз қалаларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Крем-чиз қолданып, креммен жасасаңыздар да болады. Оның ссылкасын жоғарыда тастап кеттім. Қарап, кіріп көріңіздер. Ал бисквитті рулет үшін ең алдымен 5 дана жұмыртқаның ағын және сарысын бөліп аласыздар 2 бөлекке. Сарысын аласыздар да үстіне шым-шым тұзын және 50 грамм шекерін салып, жақсылап блендерлейсіздер. Блендерлегенде міндетті түрде 5 немесе 7 минутқа дейін уақытыңыз кетеді. Блендерлейсіздер, видеодағындай әдемі сап-сары консистенция шыққанға дейін. Енді жұмыртқаның ағын аласыздар да жай бастап микселеп бастайсыздар да, және сіздерге 70 грамм шекер қажет болады. Сол шекерді 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып, араластырып салып блендерлейсіздер. Видеодағындай аппақ белок шығу керек. Және де қыздар, мен айта кетейін, менің видеомнан каналымнан қандай видео рецепт көргіңіз келеді, соны комментарийге жазып кетіңіз. Мен міндетті түрде істеп, соны салатын боламын. Және де осы видеодағындай консистенция шыққаннан кейін үстіне жылтықты салып, бір рет араластырып шығасыздар. Видеода қалай араластыру керек көрсетіліп тұр. Бір бетке қарай, екі түрлі әйтеуір араластыра беруге болмайды. Енді осыны араластырып болғаннан кейін оның үстіне 90 грамм ұн мен 5 грамм разрыхлительді қосасыздар да, міндетті түрде ситадан өткізілу керек. Осылай араластырасыздар, бір бетке қарай араластырасыздар. Енді 50 грамм ақ май мен сүтке жаңағы қоспаның кішкентай ғана қосасыздар да, майы бір келке болғанша жасайсыздар бұны міндетті түрде. Сосын қайтадан қамырдың үстіне құйып, оны бір келкетіп тағы бір рет араластырып жібересіздер бір масса болғанға дейін. Енді бір шұңқыр таба алып, оның үстіне пергамент салып, қоспаны салып, бетін бір тексетіп жайып шығасыздар міндетті түрде. Және де столдың үстіне 1-2 рет ұрып жібересіздер. Табаны салып болғаннан кейін, сонда сіздің рулетіңіз бір текс әдемі шығады. Газге қоясыздар 180 градусқа. Оған дейін осындай вареньені мен блендерден өткіздім, джем жасап. Жаңағы піскен осындай пирогты аласыздар да, видеодағындай былай аударып аласыздар. Аударып, пергаментті абайлап, жақсылап шығарасыздар да, үстін кішкене пышақпен какой-то миллиметр кесіп шығасыздар. Бұл пропитка жақсы сіңуі үшін жасалынады. Енді жаңағы джемді аласыздар да, азғантай мөлшерін алып, жақсылап сіңдіріп аласыздар осының үстіне. Сосын қалған джемді салып, тағы бір жағып шығасыздар. Енді осыны орап шығасыздар. Менде ораудың видеосы түспей қалған екен. Өздеріңіз орайсыздар. Ешқандай сүлгі ештеңе қажет емес. Осылай пергаментпен орап, осылай скотчтап холодильникке 20 минут немесе 1 сағатқа қойып қоясыздар да, осындай керемет рулет дайын болады. Ешқандай сынбайды да, бұл әдемі шығады. Дәмі керемет, жұп-жұмсақ, әсемдеу осылай мен сияқты сахарный пудра қолдансаңыздар да болады. Және де Қазақстан шоколадының үстіне тамсаңыздар да болады. Әсемдеу өз қалаларыңыз бойынша керемет рулет дайын. Және де қыздар, менің арнамда басқа да керемет торттардың, фастфудтардың, салаттардың түрлері бар. Кіріп, қарап, ұнаса лайк басып шығыңыздар. Және де қандай видео рецепт көргіңіз келеді, маған комментарийге жазыңыздар. Подписка жасауды ұмытып кетпеңіздер.